Барлығына сәлем. Бұл видеода біз үйіміздегі үстелдің көлеміне сай келетін дастархан, ранер, майлық тігетін боламыз. Ең бірінші дастархан тігу үшін мата шығынын есептейік. Мендегі үстелдің көлемі қанша? Ол үшін үйдегі үстеліміздің ұзындығы мен енін есептейміз. Ұзындығы менде 130 см, ені 80 см. Жазып қоямыз. 130-да 80. Енді бізге мата шығынын есептеу керек. Ол үшін неше сантиметр қосымша беріп, қажетті матаны шығарамыз. Біз жан жағына 30 сантиметр қосымша береміз. Бұл 30 сантиметрдің ішінде тігіске қайыратын қосымшалар да кіреді. Сол себепті де бірден осы тұрақты санды аламыз. Енді ұзындығын есептейік. 30 қосылған 130 қосылған 30, 190. Ені 30 қосылған 80 қосылған 30, 140. Яғни бізге 190 сантиметр немесе 1,9 метр мата қажет болады. Біз осы жолы су өткізбейтін дак матасынан тігеміз. Дак матасының ені 1,80. Қараңыз, біздің ұзындығымыз мына енінен көп, сол себепті де біз ұзындығынан 1,9 метр мата аламыз. Енінен алайық десек жетпейді. Енді ранерді тігейік. Ранердің енін қалай анықтаймыз? Ол үшін сіз үстелдің енін теңдей екіге бөлесіз. Мендегі үстелдің ені 80 см. Сол себепті де мен 40 см аламын, тура жартысын. Егер сіздің үстеліңіздің ені 100 см болса, сіз оның тең жартысы 50 см аласыз. Сондай пропорцияда болуы қажет. Егер мен 80 см ені болатын үстелге 60 см ранерді тіксем, ол мүлде сүйкімсіз көрінеді. Сол себепті де пропорциямен жұмыс жасаймыз. Ал ұзындығы неше? Ұзындығы мына үстелдің ұзындығына тең. 130. Ранер деп қоямын. 130-да 40. 130-да 40 бұл бізге қажетті ранердің көлемі. Енді неше метр мата бізге кетеді? Ол үшін біз мына ұзындығына 25 см қосымша береміз. Ал еніне 5 см береміз. Енді қараңыз, ұзындығын есептейік. 25 қосылған 130 қосылған 25, 180 көбейтілген. 5 қосылған 40 қосылған 5, 50. Яғни бізге 1,8 метр мата қажет болады. Енді майлық салфетканы есептейік. Майлықтың көлемін қалай аламыз? Ол біздің ранердің еніне тең болады. Менде яғни 40-та 40 болады. Егер сіздің ранеріңіздің көлемі 50 болса, сіз 50-де 50 деп алсаңыз болады. 45-те 45 деп бір пропорцияны алсаңыз болады. Ол қалауыңызша. Енді жазып қоямыз. 40-та 40 болатын салфеткаға біз неше сантиметр қосымша береміз. Жан жағына 2,5-ті біз беріп шығамыз. Бұл жерге қатты көп қосымша берудің қажеті жоқ. Енді есептейік. 2,5 қосылған 40 қосылған 2,5, 45. 2,5 қосылған 40 қосылған 2,5, 45. 45-те 45 болатын бізге мата қажет болады. Мінекей осылай мата шығынын шығарып аламыз. Сіз өзіңіздің үстеліңіздің көлемі бойынша осылай шығарып аласыз. Енді біз дастархан, ранер, майлықты барлығын бір матадан тікпейміз. Ол әдемі емес. Сол себепті де мен осы жолы дастарханды принтті матадан тіккім келіп тұр. Дастархан принт деп жазып қоямын, яғни суреті бар матадан тіккім келіп тұр. Сол себепті де мен суреті бар матадан 1,9 метр мата аламын. Ол маған жетеді. Немесе 2 метр, яғни айналдырып ала саламыз осылай. Ранер мен майлықты бірге жазып қоямын. Ранер майлықты мен однотонный, яғни бір түсті матадан тіккім келіп тұр. Сонда принтті матаның үстіне однотонный қойғанда ол өте әдемі көрінеді. Одан қанша аламын? Қараңыз, біз осы жолы мына ранердің ұзындығын еннен алатын болғандықтан мен 50 сантиметрді ғана алам. Бізде ранер үшін 50 сантиметр ғана мата керек болады. Ал майлық үшін есептейік. Қараңыз, дактың мынау дак матасы болсын. Мынау 1 метр ұзындығы болсын. Мынау 1,8 ені болсын. Енді 45-те 45 болатын шаршыдан неше шығады? Тура 8 дана шығады, қараңыз. 45-те 45, яғни 90, 90, 90, жалпы 8 дана шығады. Сол себепті де мен 1 метр мата алсам жеткілікті. Маған 8 дана майлық жеткілікті менің мына үстеліме. Енді
однотонный матадан мен 1,5 метр мата аламын. Астанадағы матаның бағасы 2200 теңге. Мен оны көбейтемін. Жалпы 2 қосылған 1,5 3,5 метрге. Сонда бізде 7700 теңгеге дастархан, ранер және 8 дана майлық шығара аламыз осы бағада. Енді тігуді бастайық. Осы жолы мен осындай принті бар матадан дастархан тігетін боламын. Жаңағы өлшемдер бойынша 190-да 140 болатын матаны қиып алдым. Қимастан бұрын матаны 2 бүктеп үтіктеп аламын міндетті түрде. Енді біз қазір теріс қаратамыз матамызды. Мінекей теріс қаратып алдық. Енді бізге мына матаның шетін, дастарханның шетін өңдеу үшін бірінші 2,5 сантиметрге қайырып үтіктейміз. Содан кейін тағы да 2,5 сантиметрге қайырып үтіктеп аламыз. 4 жағын тура солай жасаймыз. Ол процесті жеңілдету үшін мен осындай сызғышты аламын. Мына сызғыштың ені менде 2,5 сантиметр тура. Қазір үтіктеу барысында осы сызғышты қолданамын. Қараңыз. Сызғышты матаға жатқызамын. Матаны тура мына 2,5 сантиметрді жабатындай етіп, қазір үтіктеймін. Сызғышты аламын. Мына бүктелген жердің үстіне қайтадан қоямын. Содан кейін тағы да бір бүктеймін. Мінекей бір жағы дайын болды. Енді екінші жағын үтіктеген кезде мына үтіктелген жерді ашамыз да қайтадан осы процесті қайталаймыз. Мінекей бір жағын 2-ге бүктейміз. Екінші жағын 2-ге бүктейміз. Мінекей. Тағы да үтікпен басамыз мына бұрышты. Енді қараңыз, бізде мына жерде осындай бір төртбұрыш пайда болды, иә? Енді осы төртбұрыштың мына бұрышын бормен белгі қоямыз. Қазір мен видеода қарындашты қолданам, бірақ сіздер үй жағдайында өзіңіз тіккен кезде міндетті түрде бормен сызыңыздар. Түсінікті болу үшін мен қазір бормен қарындашпен кішкене сызып көрсетем. Мінекей мына төртбұрыштың мына бір шетін және мына бір шетін, яғни матаның қиылысқан шетін. Мінекей екі жағынан бормен сызып аламын, сосын мына ұшына да бір белгі қалдырам. Енді матаны осылай оң қаратам. Толықтай ашам барынша. Мін қараңыз, сонда бізде мына жерде бір белгі болды. Мына бір белгі, мына бір белгі. Енді дәл ортасындағы белгіні теріс жағынан түйреуішті өткіземін. Мінекей, мына дәл ортасындағы белгінің астынан түйреуіш өткіздім. Енді мына екі белгіні бір-біріне қосуым керек. Қосқан кезде де қазір бірдей түйреп алуым керек. Мінекей, беттестіремін. Мінекей, инені түйредім. Яғни мына иненің кірген жері бізге керек. Және мына иненің басын осылай түйреп аламыз. Енді қараңыз. Қазір тағы да қарындашты қолданамын. Бізге керек жер мына жер және мына иненің кірген жері. Осы екі аралықты қазір қарындашпен сызып көрсетем. Мінекей. Қарындашпен сызып алған жердің үстінен инемен түйреп алдық. Енді тігін машинасында тура мына бұрыштан бастап закрепка беріп тігіп бастаймыз. Соңына шейін жетеміз. Соңында бекітпе беріп аяқтаймыз. Содан кейін ескеретін жағдай, сіз тігу барысында мына алдына кетіп қалмаңыз, немесе қисық тікпеңіз. Өйткені мына бұрыш бізде түп-түзуі шығуы қажет. Енді қазір тігін машинасында тігіп аламын. Мінекей тігіп алдық. Енді мына жердегі артық матаны мына тігістен бір 7 мм асырып қиып тастаймыз. Мына ұшы жақсы шығу үшін мына тігістен бір 3 мм асырып тағы да мына жерді жұқартамыз. Мінекей осылай. Үтіктейміз.
Мінекей біз дастарханымыздың бір бұрышын тігіп өңдеп алдық, өте сапалы шықты. Ішінен артық жіп шықпайды, бұрышы тура дәл шықты, сыртынан да сапалы. Енді дастарханымыздың қалған 3 бұрышын тура осы әдіспен тігіп аламыз. Мінекей біз дастарханымыздың 4 бұрышын өңдеп, осылай түйреп алдық. Енді мына қалған орталарын тура жаңағы әдіспен 2,5 сантиметрге бір рет, содан кейін тағы 2,5 сантиметрге қайырып, үтіктеп аламыз. Мінекей барлық бұрышын осылай қайырып, үтіктеп алғаннан кейін тігін машинасында мына бүктелген жердің шетіне 1 мм жеткізбей айналдыра тігіп шығамыз. Басында соңында закрепка береміз. Осымен біздің су өткізбейтін дак матасынан тіккен дастарханымыз дайын болды. Өте жылдам тігіледі осы әдіспен тіксеңіз. Ішінен де сыртынан да өте сапалы өңделді. Міндетті түрде үйіңізге, үстеліңізге тігіп қойыңыз. Келесі видеода біз ранер және майлық тігетін боламыз. Бір түсті матадан мінекей біз ранерге арналған бөлікті қиып алдық. Қимастан бұрын міндетті түрде матаны үтіктеп аламыз. Енді бізге мына қысқа ені қажет болады. Осы жерден қазір біз 3 бұрыш жасайтын боламыз. Оң жағынан бір-біріне беттестіріп, осылай жатқызамыз матаны. Дәл центрін тауып аламыз ең бірінші. Менде 50 сантиметр, оның центрі 25. Енді мына бұрышынан және мына бұрышынан төменге қарай 20 сантиметрді сызамыз. Пайда болған нүктені мына нүктемен қосамыз. Екінші жағында тура солай жасаймыз. Қайшымен қиып тастаймыз. Мінекей осылай қиып алғаннан кейін бізге қазір мына ранердің ұзындығын, мына ұзын бөлігін бірінші 2,5 сантиметрге қайырамыз. Содан кейін тағы да 2,5 сантиметрге қайырып үтіктеп аламыз. Екі жағында тура солай жасаймыз. Маған қазір 2,5 сантиметр қайырып үтіктеу оңай болу үшін мен осы сызғышты қолданамын. Мына сызғыштың ені тура 2,5 сантиметр. Мен қазір сызғышты матаға қойып, осылай бір қайырып бүктеймін. Сонда мен тура 2,5 сантиметрге қайырған болып есептелемін. Бір қайырып бүктегеннен кейін сызғышты мына бүктелген жердің үстіне қойып, тағы да бір қайырам. Сонда мен бормен сызып отырып, уақыт құртпаймын. Енді барлық бөлікті осы әдіспен үтіктеп шығам. Ранеріміздің ұзындығынан 2,5 сантиметрге қайырып үтіктегеннен кейін мына 3 бұрышты да тура сол әдіспен үтіктеп аламыз. Ол үшін мына бүктелген жерлерді ашамыз. Бірінші бір бұрышын осылай үтіктеп аламыз 2,5 сантиметрге қайырып. Мінекей бір бұрышты толық қайырамыз. Мына екінші бұрышты толық бүктейміз. Үтіктейміз. Міне қарап тұрсаңыз, бізде мына жерде осындай 4 бұрыш пайда болды, қалың. Мына 2-3 бұрыштың қосылған жерін бормен қазір белгі қалдырамыз осы жерде. Мінекей 4 бұрыштың мына шетіне белгі қоямыз және мына шетіне. Содан кейін мына ұшына. Оң қаратамыз. Матамызды толықтай ашамыз. Матамызды ашқан кезде бізде осындай 3 белгі пайда болады. Мына тура центрдегі белгіні осындай иненің көмегімен түйреп аламыз. Осылай өткізіп аламыз. Содан кейін мына 2 белгіні бір-біріне беттестіріп қосамыз, дәл қосамыз. Оң жағынан осылай тексереміз. Тура жатуы керек. Мынау біздің центріміз. Осылай инемен түйреміз. Енді қараңыз, бізде 2 нүкте пайда болады. Мына иненің басы және мына иненің басы. Осы 2 аралықты қазір бормен сызып аламын. Енді қазір тігін машинасында закрепка беріп бастап, соңын тігіп шығамын, сосын бекітпе беріп аяқтаймын. Мына жерден асып кетудің қажет жоқ, немесе мына жаққа қисық кетудің қажет жоқ. Тура осы сызықтың бойымен тігіп аламыз қазір.
Мінекей осылай бұрышты тігіп аламыз. Енді мына тігістің ар жағына 7 мм асырып, мына артық матаның бәрін қиып тастаймыз. Бізге мына ұшы дұрыс шығу үшін тігістен 3 мм асырып, мына жерде жұқартамыз. Мінекей біздің ранеріміздің бір бұрышы дайын болды. Ішінен де сыртынан да өте сапалы тігіледі осы әдіспен тіксеңіз. Енді мына екі бұрышын реттейік. Ол үшін мына үш бұрышты толықтай ашамыз. Ұзындығы жағынан бір бүктейміз. Содан кейін тағы бір бүктейміз. Осылай болуы керек. Мына жерде үш бұрыш сияқты мына бір-біріне дәл келуі керек. Түйреп аламыз. Мына екінші жағында тура солай жасаймыз. Үш бұрышты ашамыз, бір бүктейміз, және тағы бір бүктейміз. Қазір ранеріміздің екінші бұрышында тура осылай тігіп аламыз. Содан кейін мына шетіне 1 мм жеткізбей айналдыра толықтай тігіп шығамыз. Сонымен біздің ранеріміз дайын болып қалады. Осындай бұрышқа жеткен кезде ине төмен түсіп тұрады. Табанды көтереміз, матамызды бұрып алып, табанды түсіріп, ары қарай жалғастыра береміз. Осымен біздің ранеріміз дайын болды. Сіз егер осы әдіспен тіксеңіз, қысқа уақыттың ішінде осындай ранерді сапалы тігіп алатын боласыз. Қазір біз енді осы матадан майлық тігетін боламыз. Мынау біздің майлыққа арналған матамыз 45-45 көлемінде. Алдында дастархан және ранерді қандай әдіспен тіктік, осы жерде де тура сол әдісті қолданамыз. Бірақ бұл жерде қосымшамыз кішкене аздау болады. Сол кезде қалай тігу керектігін көрсететін боламын. Біз жалпы тігіске жан-жағына 2,5 см ғана тігіске қосымша бердік. Сол себепті де қазір мен 1,25 шамамен бірінші қайырамын. Содан кейін тағы да 1,25 қайырып үтіктеп алатын боламын. Ол үшін түйреуіш инені қолданамын. Осылай тігін үстеліне бүктеп аламын бір бұрышын. Мінекей, содан кейін тағы да бір қайырып түйреп аламын. Сонда маған үтіктеуге өте оңай болады. Мына бұрышты да тура солай қайталаймын. Бір бұрышты екіге қайырам, сосын екінші бұрышты да осылай екіге бүктеп қайырып аламын. Бордың көмегімен екі жағына белгі қалдырамын. Және ең төбесіне белгі қоямын. Түйреуіш инені мына тура центріне өткізіп аламын. Жоғалтып алмас үшін центрді. Сосын мына екі бұрышты бір-біріне беттестіріп түйреймін. Мінекей мына біздің центріміз. Енді осы екі ара қашықтықты қазір сызып алып, тігін машинасына тігіп шығамын. Мінекей. Басында соңында закрепка беріп, түп-түзу қылып тігіп аламын. Тігіп алдық. Артық жіптерден құтыламыз. Содан кейін мына тігістің ар жағындағы матаны 0,5 мм жеткізбей қиып тастаймыз. Мына ұшы да жақсы шығу үшін мына жерді кішкене жұқартамыз. Оңқыратамыз. Үтіктейміз. Мінекей біздің майлығымыздың бір бұрышы дайын болды. Енді қалған үш бұрышын тура осы әдіспен тігіп шығамыз. Матамыздың төрт бұрышында тігіп алдық. Енді мына бүктелген жердің шетіне 1 мм жеткізбей, соңына дейін айналдыра тігіп шығамыз.
Мінекей біздің майлығымыз да дайын болды. Дастархан, ранер, майлық барлығы бір ғана әдіспен тігілді. Сол әдісті бір меңгеріп алсаңыз, сіз үйдегі кез келген текстильді тіге беретін боласыз, және ол бірден сапалы тігілетін болады. Сіздермен болған Гүлхан. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мен өте қуанышты боламын. Келесі сабақтарда кездескенше.